Қайырлы күн, каналыма хош келдіңіздер. Тәттіні жақсы көретін жандар үшін банан қосылған пирог, банавифай пирогы. Ең алдымен жұмсақ сары майымызға қантымызды, тұзымызды салып, лопатканың көмегімен жақсылап қантымыз ергенше араластырып аламыз. Ендігі кезекте жұмыртқаның сарыуызын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Қоспаларымызды қосып алғаннан соң, електен өткізілген ұнымызды жаймеңдеп отырып салып, лопаткамен араластырамыз. Ұнды електен өткізіп алғандарыңыз дұрыс, сонда қамырымыз жұмсақ болып шығады. Ұнымыздың жарты бөлігін салып алғаннан соң, шым-шым қопсытқышымызды қосамыз. Сонда қамырымыз әдемі болып көтеріліп тұрады. Қопсытқыш қоспасаңыздар да болады. Мен қосуды жөн көрдім. Ендігі кезекте қалған ұнымызды салып, қолымызбен қамыр илейміз. Барлық ингредиенттер описание бөлімінен қарай аласыздар. Қолымызбен жинап, бір келкі қамыр илеп аламыз. Өте жұмсақ қылып. Сонда пирогымыз жұмсақ болып шығады тестасы. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Рецепт ұнаса достарыңызбен бөлісіңіздер. Өте дәмді пирог, банан қосылған, балдарыңызға да ұнайды. Қамырымыз дайын болды, жылтыр әдемі болып тұр. Ендігі кезекте формамызға пергамент қағазын төсеп, қамырымызды қолымызбен бір келкі қылып орналастырып аламыз. Орналастырып алғаннан соң вилкамен осылай тесіп шығамыз. Сонда қамырымыз биік боп көтеріліп кетпейді. Сіздер де осылай жасаңыздар. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Пирогтың тестасы піскенше кремді жасаймыз. Сливки 33% болу керек. Сливкиге сахарный пудрамызды қосып, миксермен креміміз қою болғанша миксерлейтін боламыз. Креміміз дайын болды. Осылай төңкерген кезде түсіп кетпейтін осындай әдемі қою крем болу қажет. Салмасына 2 банан, вареный сгущенка қажет. Пирогтың қамыры пісті, піскеннен соң суытып аламыз. Вареный сгущенкамызды жағамыз бір келкі қылып. Лопатканың көмегімен бір келкі қылып жағып шығамыз. Жағып алғаннан соң бананымызды рет-ретімен орналастырып шығамыз.
Бананымызды орналастырып алдық. Ендігі кезекте дайындап алған кремімізді насаткіге құйып, осылай үстінен құйып шығамыз. Байқасаңыздар, өте оңай жасалу жолы. Сіздер де жасап көріңіздер. Ауызға салса еритін өте дәмді пирог, банан қосылған, дәмі ерекше. Мейрамдарда, қонақ келгенде жасасаңыздар, өте дәмді, дәмі аузыңызда қалады. Кремді құйып алғаннан соң бетіне фрукты немесе кез келген нәрсе қойсаңыздар болады. Мен какао сеуіп шықтым. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте ерекше. Өте дәмді Баналфи пай пирогымыз дайын болды. Лайк басып, комментарий қалдырып, тіркелмегендеріңіз тіркеліп алыңыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.